Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнекті тоқып үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет тамаша, иә? Мына оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей көрдіңіздер бе? Қандай керемет тамаша, иә? Кардиган болсын, жемпір, жилет, бәрінде де тоқуға болады. Мінекей. Енді бұл өрнек өзі бар болған 6 қатардан және 10 көзден тұрады. Мінекей. Енді қазір біз мына 2 өрнекті тоқитын боламыз. Мінекей. Ал кеттік ендеше бастайық. Оған дейін менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін қоюды ұмытпаңыздар. Енді қазір біз, мен мына жерде айтайын дегенім, ақ жіппенен 24 көз алдым. Өйткені біз мына 2 өрнекті тоқитын боламыз. Енді қазір біз мына өрнектің бастапқы бір қатарын мына теріс жағынан бастайтын боламыз. Одан кейін тоқымаймыз. Ал кеттік, ал. Бисмиллахиррахманиррахим. 2 оң. 8 теріс тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл бізде бір өрнек болып есептелінеді. Мінекей. Келесі 2 оң. 8 теріс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 оң. Осымен біздің өрнегіміздің бастапқы бір қатары аяқталды. Енді өрнегіміздің негізгі қатарларын тоқитын боламыз. Өрнегіміздің бірінші қатары. 2 теріс. 1, 2, 4 оң. 1, 2, 3, 4. Енді мына жерде 4 оң қалды. Мынау 3-ші мен 4-ші көзді екеуін аламыз да, мына 1 мен 2-нің орындарын ауыстырамыз оңға қарай. Мінекей қазір мен 3-ші мен 4-ші көзді оң бөлтекешке іліп алам да, мына 1-ші мен 2-ші көзді мінекей босатып жіберіп, мынау арт жағына сол бөлтекешке іліп аламыз. Мінекей сөйтеміз, мынау оңға қарай дәл осылай оңға қарай қаратып айқастырамыз, сөйтеміз, 4-еуін оңға тоқып жібереміз. Мінекей. 2, 3, 4. Мінекей. 2 теріс. Мінекей. Әрі қарай кеттік. 4 оң. 1, 2, 3, 4. Енді қазір мына жерде 3-ші мен 4-ші көзді мінекей қазір оң бөлтекешке іліп аламыз да. Мынау 1-ші мен 2-ші көзді мінекей сол бөлтекештен босатып, мынау арт жағынан қайттан іліп аламыз. Сөйтеміз, мінекей оңға қарай қаратып, мінекей 4-еуін оңға тоқып жібереміз. 1, 2, 3, 4. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Осы қатардың аяғына дейін. Мінекей өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Оңды оң, солды сол қылып тоқып шықтық. Енді үшінші қатар. 2 теріс.
біреу, екеу, екі оң, біреу, екеу. Енді мына жерде қараңыздар. 1, 2, 3, 4, иә? Мынау мына жерде жаңа біздің айқасқан екі көз болатын. Қазір біз осы екеуін қазір тағы да оңға қарай қаратып, айқастырып, оңға қарай қарататын боламыз. Ол үшін мына үшінші мен төртінші көзді мінекей екеуін іліп алдым. Екеуін сөйтіп мына бірінші мен екінші көзді екеуін мінекей босатып жіберіп, мынау арт жағынан екеуін қайттан іліп алдым. Мінекей. Оңға қарай қараттық, мінекей. Сөйтеміз да төртеуін оңға тоқып жібереміз. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Соңғысы екі оң, осы екеуінде де оңға тоқып жібереміз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Ары қарай жалғастырамыз. Екі теріс, екі оң, тағы да қайталап жіберейік мына жерде. Ана үшінші мен төртінші көзді міне жаңа алдында айқасқан осы екі көз болатын. Осы екеуін оң білдекешке ауыстырып жіберіп, оңға қарай қаратып, орындарын ауыстырамыз. Мінекей. Бір оң, екі оң, үш, төрт. Соңғысы екі оң, екеуінде де оңға тоқып жібереміз. Мінекей. Енді соңғысы екі теріс, осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, өрнегіміздің төртінші қатары аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, оңды оң, солды сол қылып тоқып шықтық. Енді өрнегіміздің бесінші қатары екі теріс, біреу, екеу. Мінекей, мына жерде мынау жаңағы айқасып алып келе жатқан, мінекей, мынау осы екі көзе, осы екеуін оң білдекешке ауыстырып аламыз. Сөйтеміз да, мынау теріс жағынан жаңа босатып жібердік та, мынау бір мен екінші көзді мінекей іліп алдық. Сөйтеміз да, мінекей, орындарын ауыстырдық. Оңға қарай қаратып, сөйтеміз да, төртеуін оңға тоқып жібереміз. Мінекей. Төртеу, мінекей. Соңғы қалғаны төрт оң болады екен. Осы төртеуінде де оңға тоқып жібереміз. Мінекей. Ары қарай кеттік. Екі теріс. Мінекей, үш пен төртінші көзді біз оң білдекешке іліп алдық та, сөйттік та, мынау бір мен екеуін орындарын ауыстырып, төртеуін оңға тоқып жібереміз. Қалғаны төрт оң, төртеуінде де оңға тоқып жібереміз. Соңғысы екі теріс, осымен өрнегіміздің бесінші қатары аяқталды. Мінекей. Қандай тамаша, иә? Ары қарай кеттік. Өрнегіміздің алтыншы қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, өрнегіміздің алтыншы қатары аяқталды. Мінекей, жаңа айтқанымдай, бұл өрнек бар болғаны өзі 6 қатардан тұрады дедім, иә? Мінекей. Қандай керемет тамаша, иә? Енді дәл осылай ары қарай жалғастыра бересіздер, мына бірінші қатардан бастап. Енді қазір мен сіздерге бірінші қатарын тағы да бір қайталап көрсетіп жіберейін. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары екі теріс, төрт оң, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді біз қазір мынау үшінші мен төртінші көзді мінекей оң білдекешке
іліп аламыз да, мынау 1 мен 2 көзді біз мынау сол бөлтекештен босатып жіберіп, мынау теріс жағынан біз іліп алдық та, мінекей оңға қарай қаратып, 4-еуін оңға тоғыз жібереміз. 1, 2, 3, 4. Мінекей. Келесі 2 теріс, 4 оң. 1, 2, 3, 4. Енді мынау 3-ші мен 4-ші көзді мінекей оң білдекешке ауыстырып алып, 1 мен 2-еуін орындарын ауыстырып, мінекей оңға қарай қараттық та, 4-еуін оңға тоғыз жібердік. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Мінекей. Өрнегіміз әзірге онша көрініп тұрған жоқ, бірақ өздеріңіз білесіздер, шамалы бірнеше қатар тоққаннан кейін өрнек әдемі болып шығады. Мінекей. Енді дәл осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Мінекей. Қандай тамаша, иә? Негізі бұл өрнекпенен кофта тоқуға да болады. Қараңыздаршы, қандай керемет. Мынау арасына тіпті өздеріңіздің фантазияларыңызбен бірге, мына арасынан бір 2 көздік па, я 3 көздік тағы да бір өрнектер қосып жіберсеңіздер, одан да бетер керемет болады. Тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.